сәлеметсіздер ме? Мен Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Айша бибі орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Байгозова Ардақ Сембекқызы. Бүгінгі сіздерге ұсынып отырған сабағымның тақырыбы өрнектердегі амалдардың орындалу реті. Су біздің басты байлығымыз. Сабақтың мақсаты 2-3 амалды жақшалы және жақшасыз өрнектерде арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтау, олардың мәнін табу. Бағалау критерийлері. 2-3 амалды жақшалы және жақшасыз өрнектерде арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтайды. Өрнектердегі амалдардың мәнін табады. Балалар, сабағымды бастамас бұрын сіздерге мынандай сұрақтар қойғым кеп тұр. Бірінші сұрақ: 100 санының жартысы қанша? Екінші сұрақ: 200 санының 4/1 бөлігі қаншаға тең? Үшінші сұрақ: 50 санының жартысы қаншаға тең? Төртінші сұрақ: 15 пен 4-тің көбейтіндісінің мәні қанша болады? Қанеки, ойланып көрейікші. Ал балалар, ендеше жұмбақ шешіп көрейік. Сақтамасаң қорын тек, барша тірлік қурайды. Жарайсыңдар. Әрине, бұл су. Балалар, су тіршілік көзі. Барлық тірі ағзалардың 75% судан тұратыны бәрімізге мәлім. Халқымызда сулы жер, нулы жер, бұлақты жер, тұрақты жер деп бекер айтпаған. Оқулықтағы бірінші тапсырмаға назар аударайық. Суреттерді қарастырыңыздар. Барлық суреттерге не ортақ? Мысалдардың жауабын салыстырыңыздар. Қайсысын артық деп айтуға болады? Қане балалар, есімізге түсірейікші. Бірінші сыныпта сіздер қандай арифметикалық амалдарды өттіңіздер? Берілген өрнектердің мәндерін есептеңіздер. Жақшасыз өрнекте сіздер амалдарды қандай ретпен орындадыңыздар? Жақшалары бар өрнекте сіздер амалдарды қандай ретпен орындадыңыздар? Әрине, сіздер бұның бәрін білесіздер. Ал мына өрнектердің мәнін сіздер таба аласыздар ма? Ойланып көрейікші кәнеки. Ендеше балалар, бүгін біз құрамында барлық амалдар болатын өрнектердің мәндерін табуды үйренеміз. Жақшасыз өрнекте көбейту, бөлу және қосу, азайту амалдары кездессе, алдымен көбейту немесе бөлу, содан кейін барып қосу немесе азайту ретімен орындалады. Жақшалы өрнекте алдымен жақша ішіндегі амалдар орындалады, содан кейін көбейту немесе бөлу ретімен, содан кейін қосу немесе азайту ретімен орындалады. Ал енді балалар, оқулықтағы 3-ші тапсырманы кымжылдам ойыны арқылы орындайық. Өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтап, оларды оқып, мәнін тап. Бұл тапсырманы дәптерімізге ұқыпты, сауатты етіп орындаймыз. 4-ші тапсырма. Есептер бойынша өрнектер құрастыр, оларды шығар. Балалар, оқулықта 3 есеп берілген. Мен соның А нұсқасын сендерге үлгі ретінде шығарып көрсеттім. Қалған Ә және Б нұсқасын өздерің мұқият қарап, ойланып, дәптерлеріңе сауатты етіп шығарып жазыңдар. Балалар, оқулықтағы 5-ші тапсырманы үлкендердің көмегімен орындаңыздар. Суретте Әлияның үйі, Сырымның үйі және мұз айдынының арасындағы қашықтық көрсетілген. Төмендегі амалдарды орындай отырып, олардың мәндерінің нені білдіретінін табыңыздар. Тапсырмаларды орындап болған соң, өз-өздеріңді баспармақ арқылы бағалаңдар. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Мен сіздерге сәттілік тілеймін. Назарларыңызға рахмет.